Короче, достар, сіздерге қызық оқиға айтып берейін. Мама Қазақстанға келер кезде билет болмай қалды, одан алды виза шықпай қалды. Бірінші қайқа барды? Мумбайға барды. Индияның Мумбайдан 5 сағат Алматыға ұшып келді ғой. Эфир 2:30-да, мама 12-де келді. В общем, Индиядан прямой келді. Ужам. Рахмет ал. Той қалай болды, жақсы болды ма? Күшті. Құдаларыңды көрдің бе, құдағайларыңды? Бір мауқын бас танысып, мойнымнан жүк асылғандай болды. Құдағайдан ұят болды, таныспадық деп жүредім. Сол өзім сияқты құдағайлар қарапайым. Конечно. Сөзім жарасып. Сол, мама майысып қалады. Қуаныштан. Әлі ем алады, бұйырса 2-3 күннен кейін Индияға қайтып шығады. Уже мама местная. Иісінің өзі индийский болып тұр ғой қазір. Индияны ішіп жатыр дейді бәрі. Қалайсың? Қайсыңдар? Жақсы. Қалай болады? Күшті, сен неші? Күшті. Тойда ғана кезетін болып қоймыз. О, несі белді? Қалайсың? Сәлем салмайсың ба? Жоқ, сәлем салу деген. Ушейм, жымай. Қазір студияға шығамыз. Мына жақта жігіттер біздің. Әдеттегі сторис, Сардәулет, бар жігіттер, Саида бар, Алла. Барлығы дайындалып шығайын деп тұр. Қазір бастаймыз.